Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, оңай жасалатын ерекше салаттың рецептімен бөлісемін. Мерекелік дастарханға арналған өте керемет салат, әзірлену оңай, ұзақ уақытты қажет етпейді. Видеоны көрмес бұрын арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кляр дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға 3 ас қасық сүт қосамыз. Содан соң жарты шай қасық тұз саламыз. Содан соң 2 ас қасық ұн саламыз. Барлық заттарымыз салып болған соң жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Барлығын бір келкетіп араластырып болған соң, мінекей осындай болуы тиіс. Тауықтың төс етін кесіп шығамыз. Артық еттерін алып тастадым, және де осылай видеода көрсетілгендей жұқа етіп кесеміз. Кесіп шыққан тіліміздің көлеміне орай бір порция салатқа 6 немесе 8 дана осындай тілім ет қажет. Осылай тым қалың емес, жұқа етіп кесіп шығамыз. Содан соң клярымызға саламыз, және де мына жерде менде миндальный лепескиді бір үгітіп шыққанмын. Егер миндальный лепески болмаса, миндальдің өзін үгітіп қолдансаңыздар болады. Осылай кесіп шыққан тілім еттерімізді алдымен клярға, содан соң миндальға аунатып дайындап аламыз. Дайындап болған соң майымызды қыздырып екі бетінен қызарғанша пісіріп аламыз. Қызарып алтын түстес болып қуырылған еттерімізді ала бастаймын. Қызартып қуырып болған соң етіміз толығымен пісу үшін пергамент қағазына төсеп 200 градус қызып тұрған пеште тағы да 5 минут духовкада пісіріп аламыз. Тауық еті духовкада піскенше салатымызды жинауға кірісеміз. Қиярымызды осылай видеодағыдай етіп 4-ке бөліп, майдалап турап шығамыз. 4-ке бөлген қиярдың тек қана 3 бөлігін ғана қолданып, 1 бөлігін алып қаламын, себебі менде қияр үлкен. Бір порция салатқа маған осы 3 бөлігі толығымен жетеді. Қиярды турап болған соң қызанағымызды тураймыз. Қызанақты да осылай 4-ке бөліп майдалап турап шығамыз, және де қызанақты толығымен қолданамын. Яғни бір порция салатқа бір дана қызанақ толығымен кетеді. Қызанақты турап болғаннан кейін жүзімді тураймын. 40 грамм қара жүзімді осылай ортасынан бөліп турап шығамыз. Жүзімді турап болған соң терең ыдысқа салып, үстіне салат жапырақтарын қосамыз. Өз қалауларыңыз бойынша айсберг немесе руккола қоссаңыздар болады. Салат жапырақтарын қосып болғаннан кейін кішкене ғана тұз қосамыз. Содан соң 2 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Және де жақсылап араластырамыз. Жақсылап бір араластырып шыққаннан кейін салат жапырақтарын осылай бөлек ажыратып қоямыз. Содан соң фетакса сырын видеодағыдай бөліп, осылай 3-3-теп турап шығамыз. Турап болған соң тарелкамызды алып, салатымызды домалақтап, видеодағыдай етіп салып шығамыз. Ортасын ашық қалдырамыз. Содан соң үстіне 3-3-теп турап қойған фетакса сырын қойып шығамыз. Қойып болған соң үстіне майонезбен осылай жіңішкелеп сеуіп шығамыз. Содан соң ортасына ажыратып алған салат жапырақтарын қойып шығамыз. Және де жан жағына пештен шыққан тауықтың төс етін қойып шығамыз. Осымен мерекелік дастарханға арналған салатымыз дайын. Өте дәмді әрі ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайкпен қолдап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура.